Қазақ технология және бизнес университеті экономикалық факультет, Қазақстан тарихы және әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасы. Дәріс тақырыбы қоғамның әлеуметтік құрылымы және әлеуметтік стратификация. Жоспар: әлеуметтік стратификация ұғымы, теориялары, әлеуметтік мобильділік және түрлері, Қазақстандағы әлеуметтік стратификация және мобильділік. Қоғамның әлеуметтік құрылымы дегеніміз әлеуметтік топтар, адамдар қауымдастығы мүшелері арасындағы экономикалық, әлеуметтік, саяси, рухани байланыстары мен әрекеттерінің жиынтығы. Қоғамның әлеуметтік құрылымының пайда болуы мен дамуына әсер етуші екі фактор. Біріншісі қоғамдық еңбек бөлінісі, екіншісі өндіріс құралдары жабдықтары мен оның өнімі меншік қатынастары. Қоғамдық еңбек бөлінісі кәсіби топтар, ой және діни еңбек өкілдері, ауыл, қала және адамдары. Өндірістік құрал жабдықтары мен оның өніміне меншік қатынастарын жасайтын топтар, кәсіпкерлер және кәсіпкерлер. Қоғамның әлеуметтік құрылымының негізгі элементтерін келетін болсақ, қоғамдық еңбек бөлінісі және өндіріс құралдарына деген жеке меншік қатынастар және соған сай топтар. Қала, ауыл адамдары, ой және діни еңбегінің өкілдері, социология, әлеуметтік демографиялық топтар, ұлттық қауымдастықтар жатады. Қоғамның әлеуметтік құрылымының анықтаудың маңызы. Қоғамның әлеуметтік құрылымын қандай әлеуметтік топтардың өмір сүретіндігін, олардың мүдделерінің қандай екендігін, олардың қандай бағытта әрекет ететіндігін біліп болмайынша қоғамдық істерді басқару және қоғамның түрлі салаларының алға жылжу мүмкін емес екендігін біле аламыз. Әлеуметтік топтық емес қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында өзара қарым-қатынас орната отырып, түрлі іс-әрекеттер жүзеге асыратын көптеген адамдардың үлкендік, кішілік жиынтығы. Әлеуметтік топтар тұрақтылығына қарай, бірінші тұрақтылығы төмен, тұрақтылығы орташа және тұрақты белгіленеді. Мазмұнына қарай әртүрлі топтарға бөлініп, әлеуметтік таптық құрамына келетін болсақ, каста, сословие және тап деп бөлінеді. Әлеуметтік этникалық құрамына келетін болсақ, ру, тайпа, ұлт деп бөлінеді. Әлеуметтік демографиялық құрамына келетін болсақ, жастар, қарттар, әйелдер, еркектер, тағы басқа. Әлеуметтік кәсібіне келетін болсақ, оқытушылар, инженерлер, дәрігерлер және тағы басқа деп бөлінеді. Әлеуметтік территориялық жағдайына келетін болсақ, облыстық, қала, ауыл, аудан және тағы басқа деп бөлінеді. Әлеуметтік стратификация қоғамның әртүрлі әлеуметтік топтарға немесе қауымдастықтарға жіктелуі. Ол қоғам мүшелерінің әлеуметтік күйінің бірдей еместігін, әлеуметтік теңсіздігін білдіреді. Сарутин бойынша страта шарттары былай жіктеледі: мамандығына қарай, біліктілігіне қарай, біліміне қарай және өндірістік басқарудағы рөліне қарай және табысына қарай. Энтони Гиггинстің стратификацияның тарихи типтеріне келетін болсақ, ол клубық, каста, сословие және тап деп бөлді. Тап өндіріс құралдарының қол астына меншігіне алған, қоғамның еңбек бөлінісі жүйесінде белгілі бір орынға ие болған және табысқа иелік ету ерекшеліктеріне байланысты сипатталған адамдардың тобы. Стратификацияның қалыптасуы мүліктік иелігіне қарай жіктелу ерекшелігі қазіргі қоғамның жіктелуінің қолданылуы, соның ішінде орта таптың артықшылығы ескеріледі. Маркс Вебер бойынша таптар капитал иелері, интеллектуалды, менеджер, басқарушы, ұсақ буржуазия және жұмысшы. Қазіргі заманда табысты, білімі деңгейі, билік мөлшері, дәрежесі арқылы ерекшеленетін әлеуметтік жік. Жалпы тапты біз жоғары, орта, төмен деп бөлеміз. Қазіргі қоғамның универсалды стратификациясына келетін болсақ, жоғарғы тап, төменгі жоғарғы тап, оған жататын ірі меншік иелері және жоғары орта тап, оған алдыңғы қатарлы кәсіпкерлер және төменгі орта тап деп бөлеміз, мемлекеттік қызметкерлер, ұсақ меншік иелері жатады. Одан кейінгі жоғары төменгі тап, жалдамалы жұмысшылар және
ең төменгі тап. Біз жоғарғы тапқа байлық, билік, бедел, білім критерийі бойынша неғұрлым жоғары дәрежедегі адамдық тобын жатқызамыз. Олар беделді саясаткерлер, қоғамдық қайраткерлер, әскери элита, ірі бизнесмендер, банкирлер, ірі фирмалардың менеджерлері, ғылым және шығармашылық интеллигенциясының беделді өкілдерін жатқызамыз. Ал орта топқа келетін болсақ, орта және шағын кәсіпкерлер, басқару жұмысындағылар, мемлекеттік қызметкерлер, әскери қызметкерлер, қаржы саласының қызметкерлері, дәрігерлер, заңгерлер, оқытушылар, ғылым және білім саласының интеллигенциясы, инженерлер, техникалық қызметкерлер, жоғары санатты мамандар, тренерлер және тағы басқаны жатқызамыз. Ал төменгі топқа келетін болсақ, кірісі төмен және төменгі санатты қызметпен айналысушылар, оған дегеніміз жүк тасушылар және жалданбалы жұмысшылар және тағы басқа жатады. Сонымен қоса бұл тапқа төменгі сатылы адамдар жатады, яғни жұмысшылар, үйсіз, қаңғыбастар және тағы басқа. Әлеуметтік мобильділік дегеніміз адамдардың бір топ тәртібінде сұрақтан екінші немесе керісіншеге өту. Біз оны вертикалды және горизонталды деп қарастырамыз. Әлеуметтік мобильділік өзге ара екіге бөлінеді: жіктеу және топтық. Әлеуметтік мобильділік каналдарына жеке-жеке тоқталатын болсақ, мектеп білім, жанұя, әртүрлі ұйымдар, саяси партиялар, әскерлер. Тақырыпты қорытындылай келе, кез келген қоғамның әлеуметтік құрылымы аса күрделі тізілім болып саналады. Қазіргі ғылыми-техникалық өндірістік дәуірде және бірнеше рет күрделеніп жаңарған қоғамдық өмірде әртүрлі топтар, социологиялар, интеллигенциялар секілді олардың өзге де топтардың, жастар, әйелдердің, басқа да демографиялық топтардың рөлі үнемі арта бастады. Олар да қоғамдағы өздерінің жағдайын қарастыруға мүдделерін толыққанды қанағаттандырып, жүзеге асыруға тырысуда. Тақырыпты қорытындылай келе практикалық сабағының тапсырмасына бірінші әлеуметтік құрылым түсінігін анықтап ашу, екінші орта топ теориясын 80% орта топ қарастырылғандықтан, нәтижелі орта топ теориясына тоқталу керек. Стратегияның өзіне жоспарда қарастырылса, төртінші Саракельдің әлеуметтік құрылымы және әлеуметтік мобильділік теориясы, бесінші Макс Вебердің әлеуметтік құрылым теориясына тоқталу. Тақырыпты кеңейтудегі назарларыңызға